Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тыңдайтын тақырыптарыңыз көңілдес әңгімесі. Ауылда тұратын Айсұлу 6 жыл бұрын келін болып түскенін айтты. Күйеуі Тимур жұмыс жасайды. Жұмыс дегені трактор айдайды. Таңда көз ашқаннан кеш батқанша трактормен жұмысқа кетеді. Келесі күндері де ремонттап жатады. Солай күндері өтіп жатады. Араға жыл салып, ұл, қыз перзенттеріп дүниеге келеді. Тимур әйелінен суи бастайды ма, басқа елдерге барып қылық шығара бастайды. Жеңіл автокөлігі де болатын. Қолы босағанда үйіне азық-түлігін өзі әкеліп беріп жүріп таксиде болатын. Солай кештетіп, ауылдың бір келіні Әлиямен танысып қалады. Ауылда тұратындықтан рулас інісінің келіншегі еді. Ол да сызылып танысып, қайнағасы бола тұра жылмыңдап номерін береді. Бір-бірімен күнделікті телефон арқылы сөйлеседі екен. Әрине, Тимур әйеліне ештеңесін айтпай сырттан жүріс жүре бастайды. Келіннің күйеуі Мақсат вахталық жұмыста 15 күн, үйінде 15 күн. Түзде болғаннан әйелдің ойы бұзылып, қайнағасы Тимурды түнделетіп, үйіне шақырыпты. Есік ашып қойып, балаларын ұйықтатып дайындап отыр екен. Қайнағасы Тимур келіп өз әйеліне мейірін төкпеген, жылулық сыйламаған адам өзге әйелге тамсана, бұрымына қарап бірден төсекке апарып, аймалай құшақтап, белінен қапсыра ұстап, өз дегеніне жетіпті. Екеуінің кездесуі жиілеп кеткеннен кейін Айсұлу күдіктеніп артына түсе бастайды. Еркектер өзгерсе ешкімнің сөзін елемей, тыңдағысы да келмей кетеді емес пе? Сол кезде барып есін жиған Айсұлу барлығын анықтай түседі. Қайда баратынын, не істейтінін біліп, көргісі келіп такси жалдап, аңдып отырады. Әрине, Тимурдың баратын жері сол біреу-ақ еді. Екі ғашықтың үстіне түскен Айсұлу аң-таң болып қалды. Ақ төсегімді бұлғап, осындай жәлепке айырбастадың ба дейді. Сені лағнет атсын деп түкіріп, үйлерінен шықты да, тез үйіне келіп, заттарын жинап, балаларын киіндіріп, төркініне кетті де қалды. Балалары ештеңені түсінбеді, қыдырып жатырмыз деп ойлады. Ата-енесі де үнсіз қалды. Арада 2 күн өткеннен кейін Тимур өз-өзіне келіп, есін жиып, әйеліне келді, кешірім сұрап, әке-шешесінің алдынан өткісі келді. Барлығы дерлік қарсы шығып, сендей опасыз күйеу бала керек емес дегенді айтып шығарып салды. Қызымызды жіберсек, келесі өмірін қорғыласын деді. Басы салбыраған күйі кінәсін біліп үйіне қайтты. Арада 4 ай өтіп екеуі ажырасып кетті. Балаларына алимент төлейтін болды. Әлия келіннің де шаңырағы шайқалып, күйеуі барлығын естіп, ол да ажырасты. Барлық балапандар әке-шешесінің арамы ойларынан әкесіз өсуде. Тимур қаншама жыл өтсе де үйленбеді. Әкесі қайтыс болды, одан артынан шешесі қайтыс болды. Тракторларын сатып өз-өзімен өзі жалғыз тамда өлместің күнін көшіп жүрді. Анда-санда әпкелер келіп көмектесіп тұрады. Бір адам нәпсінің жетегінде кетіп, қаншама адамның шаңырағы, балалары қиналды. Көршісі бола тұрып көріп білгенімді айтып жазғызып отырмын. Жастар, сабақ алыңыздар. Мұндай жағдай орын алмасын. Әке кетті о дүниеге, немере езіне тоймай. Әже кетті қартайғанда, немере бағам деген арманы орындалмай. Бала жүр, бір әйелінен ажырап, көңілдеске еріп. Балапандар жүр, басқа адамдарды ата-әжелеп, әкелерін ұмытып. Әрбір адам өз нәпсісін ақылға жеңдіру керек. Бәрімізде ұл бар, бәрімізде қыз бар. Дұрыс тәрбие берейік.